Қоршаған орта туралы ілім нөмірі 7-ші дәріс. Жердің ауа қабаты немесе атмосфера. Бүгін қоршаған ортаның ең маңызды компонентінің бірі жердің ауа қабығы атмосфераны қарастырамыз. Жердің ауа қабаты немесе атмосфера шамамен 3000 км биіктікке дейін таралған. Одан әрі атмосфера тығыздығымен планета аралық кеңістік бір-біріне тең болғандықтан біртіндеп планета аралық кеңістікке ұласады. Атмосфера 5 концентрлі қабатқа бөлінеді: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера және экзосфера. Атмосфераның әрбір қабатының өзіне тән атқаратын қызметі, газдық құрамы, тіршілік нышаны болады. Әсіресе тропосфера мен озон қабатының тіршілік үшін маңызы ерекше. Атмосфераның төменгі қабаты тропосфера деп аталады. Ол атмосфераның ең тығыз қабаты. Бұнда ауаның 80% шоғырланған. Полюстердің үстінде тропосфераның биіктігі 8-9 км биіктікте, қоңыржай белдеулерде 9-12 км, ал экватор үстінде 16-25 км дейін болады. Температура биіктеген сайын тропосферада біртіндеп азаяды. Орташа есеппен әрбір 100 метр сайын 0,16 градусқа төмендейді. Жер планетасы үшін орташа жылдық температура плюс 14 градус мөлшерінде болады. Үнемі қозғалыста болып араласуына байланысты тропосфераның ауа құрамы бірдей, яғни гомосфераға жатады. Гомосфера дегеніміз атмосфераның ауа құрамы бірдей болатын, тұрақты болатын қабатын атайды. Көмірқышқыл газы жердің қарсы жылу сәулесінің 18% ұстап қалады, ал су булары 60%-ға дейін. Атмосфера күн сәулесін өткізеді және сонымен қатар жердің қарсы сәуле шашуын тұтып ұстап қалу нәтижесінде жер бетінде тұрақты температура қалыптасады. Егер атмосфера болмаған жағдайда, онда жер бетіндегі температура ауытқушылығы өте үлкен болған болар еді. Шаң тозаңдар атмосфераның мөлдірлігін төмендетеді, келетін күн радиация мөлшерін азайтады. Дегенмен шаң тозаң су буларының конденсациясы үшін қажетті көзі болып есептеледі. Тропосферада интенсивті вертикальды және горизонтальды бағыттағы қозғалыстар болады. Яғни атмосфераның жалпы циркуляциясы әсерінен жер бетіндегі климат қалыптасады, ауа райы туындайды, бұлттар түзіледі және жауын-шашын түзіледі. Яғни ауаның горизонталь бағыттағы қозғалысын біздер жел деп атаймыз. Атмосферада болатын көптеген метеорологиялық құбылыстар қоршаған ортаға келіп түсетін ластауыштарды залалсыздандыруда ерекше орын алады екен. Мысалы, желдің болуы, немесе желсіз ауа райы, штиль, жауын-шашын, тұман, барлығы да, яғни қоршаған ортаның ластануын бақылағанда ескерілетін көрсеткіштер болып есептеледі. Тропосферадан жоғарыда стратосфера қабаты жатады. Стратосфера 11-25 км биіктіктен 50 км биіктікке дейінгі қашықтықты алып жатады. Бұл изотермикалық қабат. Температурасы -56 градусты құрайды. Ауа құрамы стратосфераға ұқсас, бірақ газдардың тығыздығы біртіндеп төмендей бастайды. Стратосфераның төменгі 15-25 км қабатында озон молекулаларының ең көп шоғырланған қабаты орналасқан. Сондықтан да 22-24 километрде орналасқан стратосфераның қабатын озон экраны деп атаймыз. Бұндағы озон молекулаларын егер қалыпты атмосфералық қысымға дейін келтіретін болсақ, озон экранының қалыңдығы небәрі 3 мм ғана болады. Осы өте
жұқа озон қабаты жер бетіндегі тіршіліктің болуын қамтамасыз етеді. Яғни күннен келетін қатты ультракүлгін сәулелерді жұтып, жердегі тіршіліктің болуын қамтамасыз етеді екен. Стратосфераның полюстер жағында, төменгі полюстер жағында озонның ең көп шоғырланған жері орналасқан. Себебі магнит өрісінің салдарынан. Әрі жаңа айтып кеткендей, полюстердің үстінде 8-9 километрде болады, яғни жер бетіне жақын орналасқандықтан хлор, фтор сутектердің немесе фреон деп аталатын заттардың әсерінен озон молекулалары ыдырап, озон тесіктері пайда болады екен. Келесі атмосфераның үшінші қабаты мезосфера. 25-50 километр биіктіктен 80 километр биіктікке дейінгі аймақты алып жатады. Ауа температурасы минус 56 градустан 10 градусқа дейін артады, одан әрі қарай біртіндеп минус 107 градусқа дейін төмендейді. Осы қабатта мезосферада күміс бұлттар түзіледі. Келесі атмосфераның төртінші қабаты термосфера. 800 километрге дейінгі биіктікті алып жатыр. Бұл қабатта поляр шұғылалары пайда болады. Мезосфера мен термосфера шекарасында мұз кристалдарынан түзілген күміс бұлттар да байқалады. Ауа құрамы негізінен азот пен оттегіден тұрады, бірақ 90-100 километр биіктікте қысқа толқынды күн радиациясы әсерінен оттегі молекулалары атомдарға ыдырайды. Сондықтан атомдық оттегі басым болып келеді. 325 километр биіктікте азот молекуласы диссоциацияланады. Сөйтіп, 200 километр биіктіктен жоғары қарай атмосферадағы оттегі мен азоттың арақатынасы өзгереді. Яғни азот мөлшері 45%, оттегі 55% мөлшерінде болады. Есімізге түсірсек, тропосферада жаңа атап өткендей гомосфера, яғни атмосфералық ауа құрамы тұрақтылығымен сипатталады. Яғни азот мөлшері 78,8%, оттегі 20,21%, инертті газдар 1%-ға жуық, және сонымен қатар су буы, аммиак, немесе инертті газдар және басқа да қоспалар болады екен. Атмосфераның жоғарғы қабаттары 600-ден 1000 километрге дейін негізінен атомдық оттегіден тұрады, ал одан жоғары қарай гелий мен сутегіден тұрады. Гелий қабаты көп жағдайда магнит өрісі белсенді, яғни күн активтілігінің жоғарғы жылдарында туындайды. Ал термосферадан ары қарай түрлі формада поляр шұғылалары пайда болады. Атмосфераның ең сыртқы қабаты экзосфера деп аталады. Ол 800 километрден жоғары биіктікті алып жатыр. Ауа бөлшектерінің бос қозғалыс ұзындығы 600 километр немесе одан да жоғары. Молекулалар бұл қабатта бір-бірімен сирек соқтығысады. Экзосфераның жоғарғы шекарасынан біртіндеп, яғни қалыңдығы бірнеше мың километрге дейін бір планета аралық кеңістікке ауысады. Атмосфераның негізгі қабаттары арасында жұқа өтпелі қабат болады. Бұларды тропопауза, мысалы, тропосфера мен стратосфераны бөліп тұрады. Стратопауза стратосфера мен мезосфераны бөліп тұрады. Ал мезопауза мезосфера мен термосфераны бөліп тұрады. 7-ші дәрістің соңы.